енді өмір бақи тұрмайтын шығарсың. Айсәуле, сен әлі түсінбедің ба? Бізді жатақханадан шығарып жіберді. Енді показываю, что осы жерде тұра тұрамыз. Алда тағы пәтер көретін шығармыз. Ол екеуіңді ғана пәтерден шығарып жіберді. Мен емес, мен просто радиокомпания. Жатақханадан шығарып жүрген тізімде сені радиокомпания қосқан жоқ. Кірші көп сөйлеу. Сәлем достар, біз қыздармен бүгін жаңа пәтерге көшіп келдік. Ал мынау біздің пәтер. Ал мынау немене? Не? Істемей қалған ба? Пәтеркасы отырып қалған ба? Сен сияқты ма? Сен сөйлемеші. Мереке, бұл пранк сеніп қалдың ба? Жоқ, сен приколмен пранкты ажыратамайсың ба бірдеңе? Өшірші ана видеоны. Мереке, бұл видео уже кетіп қалды. Толғанай біз алмаған сияқты ма? Қойшы, енді приколды алфавит нешене үйретіп тұрайын ба? Тым түсінбейсіңдер олар ғой. Қыздар, ана, кухняда 2 стакан біз ішеміз, қалай шешеміз? Онда прикол түсінбейтіндер шешпесін. Түсінбедің? Yes. Екеуден шешпесіңдер, ал мен бір өзім рахаттанып тұрып 2 стаканды шешетін болдым ол. Тым түсінбейсіңдер ғой, тым. Айтпақшы, квартираның ақшасын төлеу керек. Мен өзім жеке куәлігімді тастап кеттім. Кімде қанша ақшаны шығардыңдар? Менде 3000 бар. Менде 3200 теңге бар. О, менде де 3,5 теңге бар. Как раз 7000 теңгесін пәтердің ақшасын төлейміз, ал қалғанына үйге керек заттар аламыз. Толғанай, сен магазинге барып кел, ал сен қыздар тіл бермей, интернеттен квартира ізде 2 бөлмелі. Мен онда ше, кухнядан көріп келейін, не алу керек екен? Толғанай, логиканы қоссай, енді осы квартираның иелері 3 қыздар келеді екен деп тамақ істеп қоймайтын шығар. Лучше барда не жейін суын алып келсей. Бәріміз барайық, әтесіңдер анаяқта звондай бересіңдер ғой. Алло, ана кеш, алло, мынаны кеш деп. Жүрші онда бізде бара салайық. Алло, Емош, қалайсыңдар? Сендер сағынып кеттім ғой. Жездем қалай жездем? Қанатта сөйлесем деп қоймай жатыр. Бажа сөйлесем де ма? Ол кәз бері. Үш сөйлес. Алло, Бажа. Жақсы, ауылдамыз. Келе бер, балық болса, балық несі бар оның? Айжамалға айтамын, бәрін дайнақ қойып. Жоқ, ол екеуін турчаға тасақ кеткен. Аңырап тұрып тасақ кеткесің ғой. Боп, жақсы онда. Неменеге шақырасың? Адаммен ақылдасу деген болады ғой. Сен маған телефонды беретін кезде ақылдасың ба? Неңді қоясың енді? Не адамын қоясың дастарханға? Ана қойды сойып бере саламыз, болды. Асырап отқан дымың жоқ. Ой, сорлы екенсің ғой. Қонақ күтіп өлмейсің. Мансар, қойш, жеме қойш, сен алсам. Қиналсам да кайф та, Ером, білесің ба, маған витамин жетіспейді екен ғой. Қандай витамин? Маған Г деген витамин жетіспейді екен ғой. Онда Ғдан келетін бір нәрсе жесей? Майонез ба? Ером, майонез дегенде Г деген әріп жоқ. Осы тиктокта арсыздар көбейіп кетті. Көкірек, ашық көкірегі, ашық санын сала беретін бол. Осылардың ағалары, әкелері, бауырлары көріп қоймайын деп қорықпай ма? Ером, Құдайдан қорықпаған адам адамнан қорқады дейсің ба? Ером, жазып қойшы осы сөзімді. Сен соңғы күні жазбай жүрсің. Мансар қатты айтты. Құдайдан қорықпаған адам адамнан қорқады дейсің ба? Тиктокта тарап кетеді, көрер ме? Әже, маған продукт салып жіберем деп жатқан едіңіз ғой. Не істейсің, тек тапқырамыз деген
ат союп салып жібергіңіз деп жатқан жоқпын, саласасыңдар. Болыпты, атама сәлем айтыңыз. Жақсы, жақсы. Мереке сізге сәлем айтып жатыр. Жақсы. Не деді? Апам сені атаның бетіне сүйіп жүрсе, қызғанып жатыр. Ескірмейтін махаббат болар мүмкін. Иә. Не жатысың-ау? Кредитім! Неменеге бақырып келесің? Алтта тұрған қорас сап. Басыңызды білек қалдық қой. Сынды мынау? Қойш, сынды ма не? Біздің кезіміздегі телефондар жақсы ғой, қазіргі телефондар әлсіз. Біздің кезімізде Nokia деген ой сынбайтын еді ғой, жерге лақтырсан да. Nokia біздің кезіміз ғой, сендерде домашний телефон еді. Тіліңмен жағыңа қарысып қалған бәле екесің. Біздің кезімізде сен болдың ба? Сен менің кезімде болдың, е. Қайтып тұрады? Кім? Кей-поперлар қайтып тұрады? Не ол кей-попер деген? Білмеймін мен оны, әйтеуір тұра берші. Таксистерге ұқсап қалмадың да? Ой, сен қалай киінсең де бәрібір күзетшіге ұқсап қаласың. Тұра берші өйстіп. Чотам қыз. Ағай, Әсел жақсы көретін досыңызға айтасаңыз, бұл жеткіліксіз, тағы да қосу керек.